Бейімбет Майлин, Шұғаның белгісі. Күн бата ауылдан шықтық. Біздің де жеккеніміз парат, делбені өзім ұстадым. Жол Есімбектің ауылының үстінен баса жүреді. Қатты шыққан қарқынымызбен келіп те қалдық. Әбдірахманның екі көз алдымызда 100 сажын шамасында Есімбектің үйі тұр. Бірақ Шұға көрінбейді. Шіркін-ай, сүйіспендікте қиын ғой. Жаңа жеккен ат басымен алысады. Енді кішкене жүрсек, өтіп те кетеміз. Бірақ өткіміз келмейді. Аттың басын тежей берем. Кім біледі, бұдан кетсе Әбдірахман Шұғаны мәңгі көре алмас. Яки көрсе де біраз уақыт сағынуға тура келер деген ой елестейді. Бірімізге біріміз сөйлеспесек те, біріміздің ойлағанымызды екіншіміз біліп келеміз. Бұрын түнде барғанда маңынан жүргізбейтін Есімбектің аю төбеттері үріп алдымыздан шықты. Есіктің алдында бірталай адам жағалай отыр, көздері бізде, әңгімені соғып отыр. Кім біледі, әлде бізді мазақ қылып отыр ма? Басына кимешек киген Шұғаның үлкен жеңгесі қараша үйдің белдеуіне ботаны байлап, түйе сауып отыр. Үлкен үй мен отаудың арасында бәйбіше теңселіп жүр. Бәрі де маған қуанышты секілді көрінді. Біздің кетіп бара жатқанымызға таңырқаған ешкім жоқ секілді. Ұсталып айдалатынын әлде қашан бәрі де біліп қойған тәрізді. Бәрі де күліп жүр, бәрі де босып жүр. Бірақ Шұға жоқ. Әбдірахман кенет айда деді. Ат тоқтауға айналған екен. Делбені жиынқырап ұстап, айдай бергенімде ауылдың сырт жағындағы құдықтан келе жатқан екі әйел көрінді. Біреуі Шұға. Апырмау, жаман қуандым. Көзімнен жас шығып кетті. Қатарласып келгенімізде бізді танып екеуі де состиып тұра қалды. Зайкүлдің иығында шелек, Шұға жанында бос еріп келе жатыр екен. Әбдірахман арбадан қарғып түсіп жүгірді. Құшақтар, сүйер деп едім, өйтпеді. Жұрттың бәрі самсап қарап тұрған соң, ибалық қылды білем. Бекер ұялды. Құшақтау керек ет, сүю керек ет. Апырмай, қайда барасыңдар, деді Шұға. Болыс қайдап барады, деді Әбдірахман. Шұғаның көзінен жас мөлдіреп қоя берді. Арбаның үстіндегі мен де еріксіз жыладым. Зайкүл шіркін қорқақтау еді. Жалтаң-жалтаң қарады да, ойбай, тентек жану, жүр, ауылдың адамдары жүгіріп келеді деп, шелегін жерден көтеріп алды. Айырылмай амал жоқ екенін екеуі де сезді. Бірінің көзіне бірі қарап қатты да қалды. Арт жағымызда айқай, ұйқай, боқтау, жүгірген адамның аяғының дыбысы. Алдымызда біраз жер барып тоқтап, бізді күтіп стражник ойбай салып жатыр. Әбдірахман қош деді. Теңселіп келіп арбаға мінді. Көздің жасы мөлдіре бағып бетін жуып кетті. Біз атты айдай бергенде қарлыққан дауыспен қош қалқам, қалқам, деді Шұға. Кемсеңдеп жылап отыра кетті. Әбдірахманды пристав дуанға алып кетті. Мен жылап-жылап қайттым. Жанымда Шұғаға тапсыр деген хаты бар. Елге келгеніме 5-6 күн болса да ретін тауып бере алмадым. Біз елден кететін күні кешке жақын далада сөйлескенді шам көріп Есімбек Шұғаны жаман сөгіпті. Ағаларда қатаңдық қылған білем. Содан бері Шұға жылауда. Тамақпен жұмысы жоқ десіп жүрді. Бірер күннен соң Шұға ауру екен. Төсек тартып қалыпты дегенді естім. Ауыл арасы жақын болғанмен бұрынғыдай барып сөйлесетін күн жоқ. Жасырынып жүріп Әбдірахманның хатын Шұғаға зорға тапсырдым. Шұға шын ауруға айналған соң Есімбек жұмсайын деді. Бақсы балгер алдырып ем қылдырып еді, жазылмады. Науқасы күннен күнге үдеп, есін танып сандырақтауға айналған.
сандырақтағанда айтатыны Әбдірахман болды. Былғаңдап өскен жалғыз қыз бұлай болған соң бәйбіше үйінің ішін үгіттеп Шұғаны өлімнен құтқармақ болса да, ол емі Әбдірахманды ел болып ақтап алып, той қылып екі жасты қосу, балаға деген мейірімшілік Есімбекке мұны да еріксіз істетпек болды. Ағайын туғандарымен ақылдасып, болыстан өтініп, Әбдірахманды қайтартпақ болды. Мұның теріс деп ешкім Есімбекке айта алмады. Маған да еркіншілік болуға айналды. Шұға шақырады деп бір күні Есімбектің түйешісі келді. Төбем көкке тигендей болып қуандым, келдім. Үлкен үйінде кілемнің іргесін түргізіп, Шұға жатыр екен. Маған көзі түсіп кетіп қамықты. Қарағым деп шешесі бетінен сүйіп, Шұғаның көзіндегі жасты орамалымен сүртіп алды. Жылама, қарағым, бір сенің ризалығың үшін әкеңнен естпеген сөзім жоқ. Қайтейін, билік менің қолымда болса, бұл күйге я түсерең, я түспес едің. Бәйбіше қамықты, үйде басқа адам жоқ еді. Шұға шешесіне, әже деді. Әу, қарағым, мені оңаша қалдыршы. Қалдырайын, қарағым деп бәйбіше шығып кетті. Мен Шұғаға жақындадым. Жайың қалай? Тәуірмісің дедім. Тәуір емеспін деді. Көзіме көзі түсіп кетіп қамыққандай болды. Тәуір емеспін. Тәуір болуды тілемеймін де. Сәлем, сәлем айт деп жылап қоя берді. Жастығының астына тығулы орамалмен көзін сүртті. Тірі келсе көресің ғой. Бірақ мен тығылған жасқа булығып, сөзін айта алмады. Құдай жазған болса, бәріміз де көреміз. Ажарыңыз тәуір ғой, жазыларсыз дедім. Жазылып керегі не? Бәрібір мен бақытты бола алмаймын. Әкем аяса, менің дертім жаныма батқан соң аяп отыр. Ертең сауықсам, қайта күйсеуден тайынбайды. Өлем деп арман қылмаймын. Жалғыз ақ арманым бар. Түнеугі көргенде Әбдірахман бір ауыз сөз айта білмеді. Бір көріп сөйлесіп, жаным шығарда, Шұғам деп, бетіме бетін тигізсе, бар арманым бітіп, дүниеден армансыз өтерем, әй жоқ қой деді. Ауыр күрсінді. Кешке шейін отырып, мен елге қайттым. Үйге келсем, Әбдірахманның қаладан келгенін естіп, үйдің іші қуанып отыр екен. Шұғаның халін көріп қайғырып қайтсам, Әбдірахманның келгенін есткен соң тасып кеттім. Менің қуануым ынтық болып жатқан Шұғаға Әбдірахманды әкеліп бір көрсету еді. Атқа міне салып барсам, ол елде қуанышты екен. Сөйлескеннен ақ Әбдірахман Шұғаны сұрады. Ауруын бұрында есткен екен. Мен тәуір деп көңілін жұбаттым. Түнімен ұйқы көрмеді. Ертеңіне жылқы келе атты ертеп мініп, біздің елге асықты. Желе шоқытып келе жатырмыз. Күн аптап ыстық ақ. Ол қуанышты, қайдағы жоқты айтып мені күлдірумен болды. Айдалып бара жатқанда Шұғаға шығарған өлеңім еді деп ән салды. Жүзі құбыла, сөзі құран Шұғаның, бір Шұға үшін жанды құрбан қыламын. Кетерінде арманда боп сүйе алмай, еңіреп жылап, қалқам деді-ау шырағым. Біз ауылға жеткенде, Беркінбайдың үйінің қасы лық толған адам екен. Атты байлап, Әбдірахманды үйге кіргіздім де, неге жиналып тұрғандарын білейін деп, аяңдап басып, кісілерге қарай жүрдім. Жақындай бергенімде, бір салт атты шоқытып келді де, айқайлап бірдеме айтып, кейін жүріп кетті. Не айтқанын ести алмадым. Бірақ әлденеге жүрегім тітіркенді. Бойым мұздады. Жүгіре басып жандарына келгенімде, Құдай рахмет етсін деп,
беттерін сипап бата қылысты. Мен аң-таң болдым. Айтпай маған қарап, естің бе, шұға қайтыптау деді. Суық суды төбемнен құйып жібергендей болды. Тұрған орнымда қаттым да қалдым. Жиылған жұрттың бәрі де бастарын шайқасты. Өй шұға десе, шұға еді-ау десті. Ауылдың адамдары жиылған қалыппен келіп, Әбдірахманға есіртті. Әбдірахман жыламады. Сұп-сұр болып қатты да қалды. Бәріміз де көңіл айтқандай болдық. Шұғаның өлген орнын көру Әбдірахманға мақсұт болды. Жұрттың өлді дегеннен нанбағандай болды. Бәріміз келдік. Есімбектің үйі ызы шу қым-қуыт екен. Келе жатқан көп адамды көрген соң, келіндері далаға шықты. Көздері қып-қызыл, зәйкүл ымдап шақырды. Қалтасынан алып бір қағазды ұсынды. Хат екенін білдім. Жүрегім елжіреп, жылап жібердім. Әбдірахман да сезіп тұр екен. Оңашарақ шығып оқыдық. Әбдірахманның көзінің жасы сорғалап, хатқа тамумен болды. Сондағы Шұғаның өлердегі жазған хаты. Әуре боп неге біткен ажар көрік, ішіңе от түсірдің қалқам көріп. Гүлдену жас өмірде мақсұт боп ет, серттесіп, қол алысып уәде беріп. Жолыңа құрбан қыбем жан мен тәнді, дариға айтылған серт болмай қалды. Көре алмай ақтық минут дидарыңды, арманда жан тапсырған мен бір сарлы. Хаты деп ақтық жазған ғашық жардың, есіңе ал, дұғаңа мен ынтызармын. Қош, сау бол, ойнап күліп жолығармыз, астында ақ туының пайғамбардың. Шұғаның сүйегін бұрынғы ескі қорымдарына қоймақ болып, Есімбек көшін түйеге теңдеп жөнелді. Келер жыл өгіз сойғанның басына келіп қонған соң, ел жиылып асын берді. Сонда тұрғызған белгі еді деп сөзін бітірді. Әңгіменің қызығына түскен соң, Қаракер атты қамшыдан құтылып, жолы болып келе жатыр еді. Бір-екі тебініп, шау жайлап қатарласты. Алдымыздағы белеске шыққанда үлкен көлдің аңғары көрініп, құбыла жағында бір обашық мұнарланды. Әне, деді жолдасым, әне, Шұғаның белгісі көрінді. Өй, өзі де Шұға десе, Шұға еді-ау деп қойды. Каналым ұнаса, лайк басып, пікір жаза отырыңыздар.